сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін өте керемет, дәмді болып шығатын жұмсақ лепешкаларымның рецептімен бөлісетін боламын. Достар, мені арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ең алдымен бізге қажет болады 200 грамм суымыз, оның үстіне 150 грамм сүтімізді құямыз. Кішкене менде ыстықтау болғаннан кейін тағы да аздап салқын су құйып жібердім үстіне. Достар, ендігі кезекте үстіне дрожжымызды салып алатын боламыз. Оның үстіне қантымызды және де тұзымызды салып аламыз, жарты қасық. Барлығын жақсылап араластырып, үстіне ерітілген майымызды құйып алатын боламыз. Оны да жақсылап араластырып, үстінен електен өткізілген ұнды салып аламыз. Міндетті түрде електен өткізілген болуы қажет. Ұнды керегінше қолданыңыздар, тым қатты болып кетпесін, өте жұмсақ қамыр илеп алыңыздар. Мінекей жақсылап июын қандырыңыздар, арасында түйіршік болмағаны жақсы. Жақсылап қамыр илеп алыңыздар. Мінекей достар, менің қамырым өте жұмсақ, бір келкі қамыр болып шықты. Өте жұмсақ қылып иледім, қолға жабыспайтындай. Пленкамен бетін жауып, 1 сағатқа қойып қойыңыздар. Мінекей достар, 1 сағат тұрған қамырымыз ашыды. Қолымызды кішкене майлап, зуалалар жасап алатын боламыз. Барлығын бірдей қылып, 6 бөлікке бөліп, 6 зуала шығарып алдым. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, тағы да қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Өтініш, алдағы уақытта өте дәмді рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей менде осы жасап алған зуаламыздың үстінен пленкамыз және майлығымызды жауып, жарты сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Мінекей менде қамырларым көтерілді. Енді табамызға салып форма жасайтын боламыз. Қамырларымыздың ортасын баса отырып, осылай форма жасап алатын боламыз. Барлығында дәл осылай жасап шығасыздар видеодағыдай. Бетін жауып, тағы да жарты сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей, жарты сағат тұрып көтерілген қамырларымызды алып, бетіне жұмыртқамызды жағып, үстіне күнжутымызды сеуіп шығатын боламыз. Қызып тұрған пешімізде 250 градуста пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, менің нандарым пісті, өте жұмсақ болып, керемет болып шықты. Мінекей достар, арасы да таза піскен, жұмсақ нандарым дайын. Достар, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер, бізге ас болсын, сау болыңыздар.